Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен татар самсасы элеш пісіру рецептімен бөлісемін. Алты жүз грамм ұнды електен өткіземіз. Үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және 1 шай қасық қопсытқыш қосып араластырамыз. Үстіне 2 жұмыртқа, 80 грамм ерітілген сары май, 2 ас қасық қаймақ, 100 мл май және 50 мл қайнаған су құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, 30 минутқа қалдырамыз. Салмасы үшін 1 пиязды ұсақтап тураймыз. Үш картопты да ұсақтап тураймыз. «500 грамм тартылған тауық етінің үстіне пиязды, картопты қосамыз. 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық паприка салып араластырамыз. Қамырды шағын және кішкене бөліктерге бөліп дөңгелектейміз. Қамырды жайып, үлкен бөлігін кесенің көмегімен дөңгелектейміз, ал кішкене бөлігін стақанның көмегімен дөңгелектеп дайындаймыз. Дайын формамен де жасауға болады. Қамырдың ортасына 1 ас қасық салманы салып, үстіне жарты шай қасық сары май салып, видеода көрсетілгендей етіп самса жасаймыз. Барлық самсаларды дәл осылай дайындаймыз. Шамамен 15 самса шығады. Самсаның үстін жұмыртқаның сарысы мен сүт қосып араластырып, жағып шығамыз.
Самсаны 180 градус қызып тұрған пеште 45 минут пісіреміз. Самсамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.